Біз әлі күнге Қонаевты көксейміз. Демекеңді мен де бөтен көрмеймін. Литературный институтты бітіріп Алматыға келгенде қабылдауында болғам. Алды кең, ие жұмсақ, инабатты, интеллигент кісі екен. Ана замандағы шалдардай Қонаевта мақал мәтелдетіп, қазақша таза сөйлейді. Қонаевқа жүрегің жылып жақсы көретін тағы бір себеп, Қазақстанды қанқұйлы Голощекиннен кейінде көзімізді көгертіп ұзақ жыл Скворцов, Беляев, Яковлев, Пономаренко, Брежневтер басқарып, халқымыздың намысына тиіп, зығырын қайнатып жүргенде, Алла тағаланың рақымы бізге түсті де, әлгі көк соқыр келімсектерден кейін елімізді енді Қонаев басқарып, төбеміз көкке жеткендей болдық емес пе? Десе де, шыны керек ағайын, Тәшенов болмағанда Қонаев солтүстіктегі 5 облысты бір сөзге келмей бере салғаны қазір ел жұртқа мәлім. Кім қалай ойласа, ерік өзінде. Бұл жөнінде менің өз ойым, өз пікірім бөлек. Тәшеновті өмірімде 2 рет көріппін. Литературный институтты бітіріп, Алматыға келдім. 4-ші линияда пәтер жалдап 4 жыл тұрдым. Ілияс Омаров бұл кезде киностудияда директор. Мен білерде өмір бойы аурудан шықпаған адам. Денсаулығын сұрағандарға ой жарықтығай күлер еді де, кейде қазақша, кейде орысшалап, у меня старая болезнь. Она как охотничья собака, преданная хозяину, не отстает, пощенячьи скуля, все лезет ко мне дейтін. Үйшінің тірлігі шамалы. Оны бірақ аузын алмайды. Өзінің осы кезге дейін жанын сақтап, өмірін созып келген дәрі-дәрмек. Өзіне қол ұшын беретін қамқоршы керек. Соған қарамастан, жұртқа сыртынан қамқорлық жасап, қолынан келгенше шарапатын тигізіп жүруші. Бір күні маған телефон соғып, сенің үйің жөнінде Тәшеновпен сөйлестім. Сұран, қабылдайды деді. Тәшенов қабылдады. Әңгіме қысқа болды. Оқып жүргенде туған кішкентай қыздарың бар. 3 жан екенсіздер. Карл Маркс пен Калининнің бұрышынан үлкен үй бітіп жатыр. 3 бөлмелі пәтер берем деді. Берді. Апырай, сол өзі апрель айы. Ұмытпасам 11-і, әлде 12-сі. Ажар жұмыста, қызым мектепте. Үйді жалғыз өзім. Қолым ештеңеге бармай көңіл құлазып отырғам. Телефон шылдырлады. Трубканы көтеріп едім. Әбдіжәмил, дереу бойымды жиып алдым. Әдебиетте пір, не әлде тәңір болса, мен үшін ол жалғыз бір адам. Мұқаң, Мұхтар Әуезов. Талантына тәнті боп қанша табынсам да, бірақ өзімен жеке кездесуге қашанда бетімнен отым шығып, қашқалақтап жүруші едім. Әбдіжәмил деді Мұқаң, сен шал секілдісің, шақырмаса келмейсің. Мен бүгін түстегі пойызға шығам. Үйде кісілер болады. Сен де кел деді Мұқаң. Мен барсам, жұрт жайғасып отырып апты. Зейнулладан естігем. Кім келсе де Мұқаң өз үйінің төріне өзі отыратын көрінеді. Қазірде сол әдет. Оң жағында академик химик Усанович, оған жалғас атақты физик вице-президент Тәкібаев, ал сол жағында оқу министрі Әди Шәріпов. Тамада Ысқақ Дүйсенбаев. Сөз алған кісілер Мұқаңа сәт сапар тілеп, қошемет көрсетіп жатты. Үй іші толған ақын жазушы, оқымыстылар. Бәріміз апыр-жапыр сыртқа шықтық, вокзалға бардық. Көк шолақ пойыздың орта тұсындағы жайлы, жұмсақ вагонға Мұқаңның саквояжын апарып қойды. Өзіміз сыртта, вагонның алдында тұрғанбыз. Көп арасынан біреу Тәшенов деді, дауысын көтермей ақырын, жай ғана. Бәріміз жалт қарап едік. Шынында да мынау Жұмабек Тәшенов. Екі жағында сырықтай аққұба 2 жас жігіт. Вокзалдан шықты да еш жаққа бұрылмай тура бізге келді. Мұқаңмен сосын бізбен амандасты да жаңағы Мұқаңның саквояжы жатқан вагонға мінді. Содан енді қайтып сыртқа шыққан жоқ. Бұл Тәшеновтің Хрущевпен айқасқаннан кейін орнынан босап Шымкентке бара жатқан бет екен. Көп ұзаған жоқ. Бір кезде пойыздың кейінгі жағынан келе жатқан Қонаевқа көзіміз түсті. Қасында көмекшісі. Сосын бір аяғын сылтып басатын бір кісі. Кейін білдім, Қазақ темір жолын басқаратын орыс азамат екен. Қонаевта бізге кеп бәрімізбен амандасты. Іс-сапармен Жамбылға, сосын Шымкентке бара жатыр екен. Қонаев көмекшісіне,
мұқаңның саквояжын менің вагоныма апар деді де Валентина Николаевнаға бұрылып, за Мұхтаром Омархановичем сам буду ухаживать деді. Бетінде жып-жылы жұмсақ күлкі. Бұл енді 1965 жыл еді. Май айының басы болатын. Мәскеуде ұзақ жатып қалғам, үйге асықтым. Телефон соқсам, ажар Шымкентте жүр екен. Самолетпен ұшып келсем, химиктердің жиналысы бітіпті. Ташкентті көргіміз келді. Әуелі обкомның идеолог хатшысы Задинге, сосын Тәшеновке кірдім. Бәрі де тап қазіргідей көз алдымда. Жұмекеңнің кабинеті ұзыншалау, шағын бөлмекен. Оң жақ қабырғаға тақап қойған ұзын дейтін ұзын, қысқа дейтін қысқа емес, қызыл қоңыр сырмен боялған тақтай стол. Дәл сондай 7-8 орындық тақтай еден болса да жалаңаш. Үкіметті басқарған сонау кездегі ат шаптырым кабинеттің сәні мен салтанаты көз алдымда тұр. Ал енді мына не диваны, не дорожкасы жоқ қосу жүдеу кабинет көңілімді құлазытып жіберді. Бір ғажабы мен қомсынғанмен өзінің миына кіріп шықпайтын сияқты. Үстіндегі мол тігілген қара костюмді етжеңді толық денесімен лықылдата толтырып, қос шынтағын қарапайым столдың қу тақтайына тіреп, бар кеудесімен ілгері ұмтылып отыр екен. Жас кезім ғой, жасаған яу, мына түрі құдды көтеріліп ұшқалы, қос қанатын қомдап алған тау бүркіті сияқтанып кетті. Жұмекең тұрған жоқ. Қозғалып сәл көтеріле түсті де, столдың ар жағынан ұмтылып, қолымды қысты. Жайғасып отырғасын жағдайымды сұрады. Сөзінен әдебиет, мәдениеттің жанашыры екені байқалды. Бұнда қанша боласың деді. Ташкентті көрген жоқ едім. Ертең келініңізбен 1-2 күнге Ташкентке жүрем деп едім. Ташкент үлкен қала. 2 күн аз ғой деді де, көлік бар ма деп сұрады. Задиннен жаңа көлік сұрап ал. Қой, бейшараның мініп жүрген жалғыз машинасын қайтесің деді де, кнопканы басып ет, ішке ұзын бойлы ашаң жүзді әйел кірді. Мына жігіт жазушы, Ташкентке барады. 1-7, естіп тұрсың ба? 1-7-ге гараждан машина бер. Қанша дегенмен басқа ел ғой, жаңа машина болсын. Әйел басын иіп бұрыла бергенді, тоқта деді Жұмекең. Әйел үнсіз тосып тұр. Гараждағы шопырларының көбі орыс. Бастықтар болмаса олар қазақтың ақын жазушысын қайтсын. Шопырға қатты ескерт, мінез шығарып қиқаңдап жүрмесін. Енді кете бер. Әйел шығып кетті. Оңаша қалдық. Жұмекең қос қолын айқастыра столға салды да, не ойлағаны белгісіз, көзін төмен салып үн-түнсіз сазарып отырып қалды. Мен көзімнің астымен жасқаншақтап қарадым да, демімді шіме тартып қыбырсыз отырғам. Жұмекеңнің бойын тіктеп басын көтеріп алғанын байқамай қаппын. Перед своим народом моя совесть чиста деп сәлдірленген зор дауылса саңқ етті. Тұла бойым түгел дір етті. Қалай қоштастым, рахмет айттым ба жоқ па, есімде жоқ. Тек есіктен шығып бара жатып, қолыммен көзімді сүрткенімді білем. Бұл Жұмекеңді екінші көргенім еді. Осы жолы да осының алдындағы алғашқы кездескенімде әлдеқалай ат үсті алым берім әңгіменің ожақ бұжағы ғана. Демек, аз, тіпті аз. Қазір ойлап қарасам, бұл кісіні ақиқат анық білгенім, әне бір еліміз жеріміз әңгімелі болып, іргеміздің тұтастығы мен бүтіндігіне қатер төніп тұрғанда, Қонаев та басқа демес, өзінің бар азаматтық бітім болмысымен жарқ етіп көзге түскен жалғыз қазақ осы еді. Дәл сол тұста ойына не келсе, соны істеп жүрген Хрущев қабылдау кабинетіне әуелі Қонаевты, сосын Тәшеновті жеке қабылдап отырып, арқадағы 5 облысты РСФСР-дің құрамына басыбайлы қосып беруді ұйғарып отырмыз. Жаңа Қонаевты көндірдім. Енді сенде келісіміңді бер дегенде, Тәшенов, жер халықтікі ғой, өз жерін халықтың өзі шешет. Оны сыртынан билеп Қонаевта менде шеше алмаймыз деп тайсалмай тура айтқан екен. Хрущев, онда бұл мәселені сендерсіз политбюрода қарап өзіміз шешеміз депті. Өздеріңізде шеше алмайсыздар. Өйткені Конституцияда жер халықтікі деп жазылған депті Тәшенов.
Хрущев бұған не дерін білмей тас талқан боп ашуланыпты да бас салып боқтапты. Хрущев тақтан түсті. Брежнев таққа отырып 18 жыл Совет одағын басқарды. Қонаев Қазақстанды 30 жыл басқарды. Осы екі арада елде де қоғамда да үлкен өзгерістер болды. Тек Тәшеновтің қарайған қара басында еш өзгеріс болған жоқ. Баяғыда мені қабылдаған сол қызметі, көрген кісі көңілі жүдеп шығатын сол шағын кабинет. Бұндай кабинетті елге барғанда аудан әкімінен көретінмін. Естіген құлақта жазық жоқ. Қонаев пен Брежнев көңілі жақын жандар. Дос, семьялары да тонның ішкі бауындай аралас құралас. Бәрекелді. Жұмекеңді отырған орнынан қозғап, жоғарыға көтеру түкке тұрмайды. Үйде отырған кісінің басына не келіп, не кетпейді. Әр ойдың басын бір шалып отырып, Қонаевта өзімізді ет пен сүйектен жаралған адам пенде ғой дейсің. Пенделігі тіпті басынан асып жатады деп естейтінбіз. Бұлай қарағанда Қонаевты да түсінуге болады. Толып жатқан сан сапалақ аударыспақ, төңкеріспектің қайсысы есінде тұрсын деп ойлайсың. Көңілің соған ауып, енді өзіңді иландыра бастағанда кенет, Жұмабек Тәшенов көп емес, жалғыз еді ғой деген ой келет басыңа. Қай халықта да бөле жармайтын бір туар әрі тұлғалары болады. Тәшеновте өз заманында Хрущевқа тай салмай қарсы шыққан жалғыз қазақ. Оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Бір ғана мысал, зұлымдық пен жауыздық үстемдік құрып тұрған сонау қарғыс атқыр заманда естеріңде бар ма? Елі, жері, су үшін басын бәйгеге тіккен жалғыз адам еді. Керек десе, балаларының тіпті анадай дәрежесі биік, мәртебелі ұлық орынға да қолды бір сілтеп отқа түсіп еді ғой. Халық айтса қалт айтпайды. Хрущевпен шиедей боп бет жыртысып шыққаннан кейін Қонаев сол күні Жұмабек Тәшеновпен кездесіпті. Хрущев меня к стене так прижал, мне ничего не осталось. Дал согласие. Сен жер халықтікі, өз жерін халықтың өзі шешет депсің ғой. Сосын екеуің боқтасып қалғансыңдар ма қалай? Депті Қонаев. Жоқ, боқтаған ол. Мен тек оған, Никита Сергеевич, ругаться я тоже умею. Пожалуйста, не принуждайте меня обращаться к блатному жаргону паханов дегенім рас. Сонда ырза боп кеткен Қонаев, жол барыстай жүректісің-ау, Жұмабек депті. Өткен өтті. Оны кейінгі ұрпаққа қалдырайық. Адам пақыр пенде болғасын, жерде жүріп бәрін бірдей көре береме. Бірақ біз көрмегенді көкте Құдай көреді. Осы біздің Құдайдан қорықпайтынымыз қалай? Осы арада қарағылды қақ жаратын әділ төрелікті өздеріңнен сұрағым келеді. Осы біз барымызды бар кезінде көрмей, ылғида кеш қалатынымыз не? Естіген құлақта жазық жоқ. Жоғарғы жақтағылар тіпті Жұмабек Тәшеновтен есебін тауып, тезірек құтылғысы келген бе қалай? Жасы 60-қа толған бойда жалпылама көп кестейтін қарапайым кәдені бұған да істепті де ұмар-жұмар құрметті демалысқа жөнелтіп жіберіпті. Бұны қалай түсінуге болады? Әлде өзіміз білетін қырық айлалы сайқал саясаттың бода найза бойламайтын бір қырыма? Бұрынғы қазақтар жоққа дауа жоқ деген. Ал бар болсашы, Абай сүйер ұлың болса сүйін сүй, сүйінерге жарар ол демеп педі. Ондай ұл әрине азамат, бір туар тұлға, соның бірегей жөнінде өзім білген ақиқатқа басартық ештеңе қоспайда, алмайда адал шындықты айтқан сияқтымын. Құдайдан жасырмағанды адамнан жасырып қайтем. Сонда әр жағымдағы айтар ойым белгілі. Сол анау ит жегір заманда Жұмабек Тәшеновтің халқы алдында ары таза жанның ел үшін ешкімнен, ештеңеден беті қайтпаған рухы биік ерлігін елеусіз қалдырмай, өзіне лайық деңгейде көтеру әрбір ар намысы бар елдің мойнындағы парыз емес пе? Тәңірі бізді де жарылқап, тәуелсіз ел боп, аз уақытта қаншама аруақтарымыздың рухын тірілттік. Ендігі кезек Жұмекеңе де жетіп, бір күнгідей болмай, жұлдызы жарқырап шыға келетін күн туып еді. Пенделігіміз ұстап,
біз асығамыз. Бірақ кәрі тарих асықпайды, сәтті тосады. Біз де үмітімізді үзбейміз. Сәтті сағатты тостық, әлі де тосамыз.